Түлкі мен ешкі. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып түлкіні көреді. «Өй, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті. «Ой, не қыласың, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтап өліп едім. Апаның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық су бар екен», депті түлкі. Мұны естіп ешкі, «Мен де салқындайын, әрі су ішейін», деп ойлап, секіріп апанға түсіпті. Сонда түлкі секіріп ешкінің үстіне мініп, оңай мүйізіне табан тірепті де, ырғып далаға шығып жөніне кетіпті. Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болар деген сөз осыдан қалыпты деседі.